Сәлем балалар, біздің келесі тақырыбымыз 78-ші сабақ 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру. Тақырыбымызды бастамас бұрын тіркеліп кетеміз. Келесі қимылды ойындар тақырыбы. Енді мен 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыруды үйренемін. Так, 3 3-тен сана дейді. Демек, мына бірінші топ бізде. Бірінші топ 2, 3, 4, 5 топты. Әрқайсына неше баладан? 1, 2, 3 баладан. Демек, міне тағы да 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Барлығы қанша бала? Бірінші топта 3 бала болса, бізде барлығы 5 топ. 3-ке 5-ті көбейтсек, 15 бала. Келесі есеп. Айсұлудың әр секіргенде 3 бірлік бар. 2 секіргенде неше бірлік бар? Так, 1 секіргенде 3 бірлік болса, 2 рет, 3 рет секіргенде, міне арасы неше бірлік? 9 бірлік бар деген сөз. Ал 2 секіргенде 6 бірлік бар деген сөз. Ал егер 4 секірсек, қараймыз. 1, 2, 3, 4 секірсек, мына жаққа дейін 12 бірлік бар деген сөз. Ол үшін біз әр секіргенін, мысалы 2 рет секірсе, 3 бірлікті 2-ге көбейтеміз, 6 болады. Ал егер де 3 рет секірсе, 3 бірлікті 3-ге көбейтеміз, 9 болады. Келесі кестеге қара, 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыруды жалғастырып, әр бағанды толықтыр. 3-ке 3-ті көбейттік, 3-ке ол 9 болады. Демек, 3-ке 2-ні көбейтсек 6, 6-ға 3-ті қоссақ 9, 2 тең деген сөз. Енді 3-ке 4-ті көбейтсек 12, 3-ке 3-ті көбейтсек 9, 9-ға 3-ті қоссақ 12, 12-ге 12 тең, 12-ге 12 тең. Так, енді 3-ке 5-ті көбейтсек 15, 3-ке 4-ті көбейтсек 12, 12-ні 3-ке қоссақ 15, демек, мына жерде 15 болу керек. Келесі, 4 3-ке өтсек 12, 5 3-ке өтсек 15. Келесі, 15 3-ке бөлсек 5, 15-ті 5-ке бөлсек 3. Так, енді 9-ға 3-ті көбейтсек 27. Енді 3-ке 9-ды көбейтсек, 3-ке 8-ді көбейтіп 3-ті қос деген сөз. Демек, бұл бізде 27. Енді мына жерде көбейтуді дәл солай жазып тұр. 4 көбейту 3 бізде 12 ғой. Оны былай жазайық. 4 көбейту 2 қосу 3 деп. Сонда бізде бұларда 12 болады. Келесі 5 көбейту 3 бізде мына жердегі 15 қой. Енді бұны 5 көбейту 2 қосу 3 деп жаздық. Бәрібір неше шығады? Мына жерде 4 екен. 4 болған кезде 12, мына жерде 5. Сонда 5-ке 2-ні өтсек 10, 10-ға 5-ті өтсек 15, 2 тең болады. Келесі мына 9 көбейту 3 те дәл сондай. 9 көбейту 2 қосу 9 деймін. Сонда 18, 18-де 9-ды қоссақ 27. Келесі мына жерде сондай қарайық. 3-ке бөлген кезде, мысалы, қандай сан берсек болады? 27-ні 3-ке бөлсек 9 деп жазуға болады да. Мына жерде сондай 30-ды 3-ке бөлсек 30-ды 10-ға бөлсек 3, немесе 9-ды 3-ке бөлсек 3 деп жазуға болады екен. Келесі, неліктен 3 көбейту 3 өрнегінен бастап жазылған? Неліктен 3 көбейту 3? Өйткені 3 көбейту 2 болатын болсақ, біз оны 3 көбейту 1 қосу 3 деп жазады аламыз. Бірақ 3 көбейту 3-тен басталған дұрыс деп ойлаймын. Келесі, есептерді шығар дейді. Сырым эстафеталық жарыста әр жүгірген сайын 3 топтан әкелді. Егер ол 4, 5, 6, 9 рет жүгірсе, онда неше топ әкеледі дейді. Ол үшін біз 3-ті бірінші 4-ке көбейтеміз 12, келесі 3-ті көбейтеміз 5-ке 15, 3-ті көбейтеміз 6-ға 18, 3-ті көбейтеміз 9-ға 27. Бұл асыншы есеп. Әсінші есеп 12, 18, 9, 15 топтың әр себетке 3-тен салатын болса, қанша себет қажет дейді. Ол үшін 12-ні 3-ке бөлеміз 4 себет қажет, 18-ді 3-ке бөлеміз 6 себет қажет, 9-ды 3-ке бөлеміз 3 себет қажет, 15-ді 3-ке бөлеміз 5 себет қажет екен. Салыстыр дейді. 3-ке 9-ды көбейтемін 27, 5-ді 3-ке көбейтемін 15. Қайсысы үлкен? Әрине 27. 3 2 6, 3 4 12, қайсысы үлкен? 12. 3 8 24, 9 2 18, қайсысы үлкен? 24. 3 5 15, 8 2 16, қайсысы үлкен? 16. 5 2 10, 3 7 21, қайсысы үлкен? 21. 6 3 18, 2 4 8, қайсысы үлкен? 18. Келесі, суреттер бойынша теңдіктің теңістікті құрастыр дейді. Так, бірінші суретте
кіртастарды немесе көкөністерді пайдаланып екінші суреттегі таразы сабақтарын қалай теңестіруге болады дейді. Қараймыз. 2 килограммнан үшеуі бар, үшеуі бар. Демек 6. Оған бірді қоссақ 7 килограмм болып тұр. Мына сол жағындағысы. Ал оң жағындағысы 1 килограммнан үшеу, 3 килограмм қосамын, 2 килограммнан екеу, 2 4 болады. Сонда бұл да 7. Сонда 7 килограмм 7 килограмм теңесіп тұр. Келесі, мына 8 килограммға 3 килограммды қоссақ 11 килограмм, ал 2 килограммды үшеуі бар, демек бұл 6 килограмм. Бұған жеткізу үшін 5 килограммдық не қосуымыз керек? Қарбыз немесе тағы да кіртастарын қосуымыз керек. 5 килограммдық. Сонда екеуі теңеседі деген сөз. Осымен сабақ аяқталды.